Добрый вечер, дамы и господа! Мы находимся в зрительном зале Дворца мира и согласия, где через несколько минут в прямом эфире состоится финал национального конкурса «Мисс Казахстан 2015». Қайырлы кеш, қымбатты көрермендер, қымбатты қонақтар, санаулы сәттерден кейін біздің байқауымыз басталады. Бүгін біз сіздермен бірге отанымыздың жүрегі Астана қаласында еліміздегі ең сұлу арудың есімін анықтайтын боламыз. Мы станем свидетелями красочного, яркого, блистательного шоу под названием «Мисс Казахстан 2015». Сен деп шаттанам, жадырап жайнап, мен де астанам. Бақытын тойлап, сол жақтарда, даламыз байлап, шайқап тұрар көгінде асқарым. Действительно, в зале царит атмосфера праздника. И эти бурные аплодисменты тому подтверждение. Я счастлив, что на протяжении многих лет я являюсь соведущим конкурса «Мисс Казахстан». И в этом году не исключение. Мы будем работать в зале вместе с Майей Веронской. Есесіне, қымбатты көрермендер, дәл бүгінгі күні 10 желтоқсан күні елорданың Астанаға көшу құрметіне орайластырылған бүгінгі мерекені отанымыздың жүрегі Астана қаласы қарсы алып жатқанына біз шексіз қуаныштымыз. Так, дорогие друзья, все участницы представлены. Только на канале НТК в прямой трансляции из Астаны мы решаем судьбу «Мисс Казахстан 2015». Сонымен, қымбатты көрермендер, бүгін бізді ерекше естен кетпес кеш күтілуде. Бүгін біз сіздермен бірге барша қазақстандықтардың көз айымына айналатын арудың есімін анықтаймыз. Это прямой эфир финала национального конкурса красоты «Мисс Казахстан 2015». И именно сегодня вся страна узнает имя той девушки, которая будет представлять нашу страну на конкурсе «Мисс Мира». Я, ал осы гранд-финалға дейін еліміздің түпкір-түпкірінде сұлулық байқауларының іріктеу айналымдары өткен болатын, және осы айналымдарда жеңіске жеткен қыздар мінекей бүгінгі күні осы сахнада өзара бақ сынасады. Жюри конкурса проделало огромную работу. И сегодня результат этой работы мы видим на сцене, поскольку на сцене собрались самые красивые, лучшие из лучших. Я, үздіктердің үздігін таңдау бұл нағыз кәсіпқойларға тапсырылған іс. Сондықтан да дәл қазір біз сіздерге осы бір ерекше жандарды таныстыруға асығудамыз. Дорогие друзья, этот человек не нуждается в дополнительных представлениях. Казахстанская скрипачка, народная артистка Казахстана, ректор Казахского национального университета искусств, артист мира, герой труда, легенда Айман Мусахаджаева. Наши аплодисменты! Айман Қожабекқызы, сұлулық мерекесіне қош келдіңіз. Енді сіз өнер адамсыз, өнерлі жандардың тек тәні ғана емес, жаны да сұлу болады. Сондықтан да осы жерде сұлулық, әсемдік жайлы, бұл ұғымдар жайлы бізге тарқатып айтып берсеңіз. Барында құттықтаймын, мына конкурс өткізіп жатырмыз, мына біздің әсем қалада, Астанада. Я сегодня хотела бы поприветствовать всех на этом прекрасном конкурсе красоты. Ну, конечно, хотелось бы сказать, что красота сегодня, она, в принципе, очень имеет видное значение. И не только для нас, артистов, деятелей искусств,
Но также, мне кажется, красота сегодня является как бы одним из брендов каждого человека, общества. И к красоте все мы стремимся. И у нас в Казахстане, прежде всего, всегда все наши гости, которые приезжают к нам в столицу, к нам в Казахстан, в республику, отмечают, что казахские девушки, они самые красивые во всем мире. Көп рахмет, Айман Қожабекқызы. Қымбатты көрермендер, Қазылар алқасының тағы бір мүшесін өздеріңізге таныстыруға рұқсат етіңіздер. Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген қайраткері, Астана опера театрының бас балетмейстері Тұрсынбек Нұрғалиев. Тұрсынбек аға, енді бүгін сіздерге шынымен де сондай бір жауапты, үлкен міндет жүктелді. Оны ойдағыдай атқарасыздар деген үміттеміз. Енді қыздарға баға берген кезде, яғни қыздардың ішінен жеңімпазды анықтаған кезде, сыртқы келбеті мен сұлулығынан бөлек тағы да қандай қыздардың бойындағы қасиеттерге мән беру керек деп ойлайсыз? Менің ойымша, қазақтың сұлу қызы, егер де оның бойында ізгілігі бар, ниетті, және де инабаттылы, және қазақи салт дәстүрге жақын қыз болса, оның ішкі дүниесі сұлу болса, тек қана сыртқы дүниесі емес, ішкі дүниесі сұлу болса, сонда мен ойлаймын, қандай да болсын конкурс, мира болсын, қандай да болсын жеңіп шығады деп ойлаймын. Біздің қыздар өте, өйткені қазақтың қыздары ең сұлу қыздар. Көп рахмет, Тұрсынбек аға. Рахмет сізге. Шынымен де қазақтың қыздары ең әдемі қыздар. И в подтверждение моих слов, что все девушки в Казахстане красивые и красавицы, я бы хотел представить следующую участницу и члена нашего жюри, актриса, модель, красавица, спортсменка Асель Сагатова. Асель, большое спасибо, что вы с нами. Вы профессиональная модель, очень востребованная актриса. И вы знаете атмосферу сцены, что на сцене все девушки волнуются. Скажи, самый главный совет от успешной модели и актрисы? Ну, на мой взгляд, девушки в первую очередь должны выдохнуть свое волнение и взять с собой на сцену силу воли, обаяние, грацию и постараться сегодня очаровать всех казахстанцев, всех зрителей, всех телезрителей своими потрясающими, добрыми, светлыми улыбками. И я желаю всем нашим девочкам, всем нашим участницам большой удачи, а нам, зрителям яркого, феерического шоу. Всем добрый вечер, кстати. Всем хорошего вечера. Большое спасибо. Это был отдельный совет от Асель Сагатовой. И мы продолжаем знакомство с членами жюри. Я дұрыс айтасыз, Қазылар алқасы мүшелерінің таныстыруын жалғастырамыз. Дәл қазір менің жанымда Алтын Орда авторлық дизайн үйінің негізін қалаушы, этнодизайнер, құрмет белгісі орденнің кавалері Ырза Тұрсынзада. Қайырлы кеш, сұлулық мерекесіне қош келдіңіз. Ырза ханым, менің естуімше, бүгінгі байқауымызда жеңіске жететін ару басқа жүлделермен қатар сіздің қолыңыздан шыққан қазақтың дәстүрлі арнайы осы байқауға жасалынған этно жасауға ие болады. Енді оның авторы ретінде бізге сәл түсіндіріп берсеңіз, ішіне не кірді? Рахмет, Майя. Ханымдар мен мырзаларым, қош келдіңіздер бүгінгі сұлулық мерекесіне. Енді айтып еткім келеді, Майя, 19 жылдық тарихы бар Қазақстан аруының ең алғашқы рет ұсынылып отырған дәстүрлі қазақтың ұлттық кәдесі қыздың жасауы, эксклюзивті, ерекше Қазақстан аруына арналып жасалған жасау. Мен ылғи айтамын, қазақ даласының, ұлы даланың, ұлы мәдениетін осы заманға дейін жеткізген шырақшысы әйел адам. Біздің қазіргі сұлулардың ішінен ең жеңісін алып шығатын сұлуымыз, ол тек қана жанұяның сұлуы емес, жанұяның еркесі емес, ол қоғамның сұлуы, ол Қазақстанның сұлуы, қоғамды тәрбиелейтін шырақшы қызымыздың жеңісі деп білемін. Сондықтан менің жасауым сол қыздың болашақ
ұзатылған кезде бір әдемі, мақтанатын, менің ұлтымның ұлықтауға лайықты болатын ұлы дәстүрінің кәдесі деп айтатынына кәміл сенемін. Иә, бұл өмір бақи шынымен де бір жақсы естелік болады. Мен Ырза ханымға толықтай қосылам. Дорогие друзья, у конкурса есть давние друзья. И сегодня я рад представить почетный член Международной Королевской Академии, президент Казахстанского дома моды Андрес. Андрей, во-первых, мы рады вас видеть в Астане. Наши аплодисменты. Всех поздравляю с праздником красоты. Великолепный зал, в котором этот конкурс проходит. Организация. Да, шикарные ведущие. И я думаю, что уже пора, наверное, подавать заявку на проведение Мисс Мира в Астане. Большое спасибо. Кстати, я думаю, что когда-нибудь Мисс Мира или Мисс Вселенная обязательно пройдет в столице нашего государства. Ал барша қазақстандықтар оны міндетті түрде қолдайды, құптайды деген ойдамын. Қазылар алқасының енді бір мүшесін таныстыруға рұқсат етіңіздер. Астана жастары, жастар ресурс орталығының басшысы Ануар Нұрпейісов. Ануар, қош келдің. Енді елордамыз әлемдегі ең жас және көрікті астанасы болып саналады. Ал бүгін бізде сұлулық мерекесі өтіп жатыр. Бұл жердегі өзара сабақтастық бар деп ойлаймыз. Қайырлы кеш, құрметті көрермендер. Әрине Майя бар. Өйткені Астана, өзіңіз айтып кеткендей, өте жас, көрікті қала. Сондықтан меніңше сұлулық мерекесі дәл осы қалада өткені дұрыс. Және де біздің түпкірінен, еліміздің түпкірінен келген сұлу бойжеткендердің әсемдігі қаламыздың, сұлу Астанамыздың келбетін толықтырады деп ойлаймын. Солай емес пе, құрметті достар? Көп рахмет. Спасибо Ануару. Қымбатты көрермендер, Қазылар алқасының тағы бір мүшесі, танымал опера әншісі, Астана опера театрының жетекші солисі, Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген қайраткері Сүндет Байғожин. Қайырлы кеш, Сүндет, қош келдіңіз. Ассаламалейкум, қарымдар мен мырзалар. Жасыратыны жоқ, сіз енді шетелде көп өнер көрсетіп жүрсіз. Ал біздің байқауымыздың жеңімпазы алдағы уақытта әлемдік деңгейде біздің еліміздің намысын қорғайды, солай ғой. Енді сіздің үлкен тәжірибеңіз бар. Алдағы уақытта біздің аруымыз шетелге барған кезде қандай бір дайындықпен бару керек деп ойлайсыз? Не болмаса, оның бойында қандай қасиеттер болу керек? Жеңу үшін әрине. Рахмет сұрағыңызға, Майя. Сайыс болғандықтан ол ең бірінші жақсы дайындықты талап етеді. Содан кейін жаңағы өте еңбекқор болу керек. Жаңағы көркіне ақылы сай болу керек. Сосын мен ойлаймын, сәттілік керек. Сәттілік, конкурс болғаннан кейін сәттілік керек. Көп рахмет. Мен ойлаймын, біздің қыздарымыздың барлығы да ақылына көркі сай, өте инноватты, әдемі, тәрбиелі, ақылды қыздар. Дорогие друзья, я хотел бы следующего члена жюри представить с особой теплотой, поскольку это президент национального конкурса красоты «Мисс Казахстан» Алена Ривлина Кырбасова. Алена, наши аплодисменты! Алена, 19 лет позади, 19-я «Мисс Казахстана». Скажи мне, пожалуйста, поменялись ли девушки, которые претендуют на звание самой красивой девушки нашей страны? Добрый вечер. Хочу сказать, да, поменялись. Стали серьезно относиться к образованию. Больше стали заниматься спортом, хореографией, играют на разных музыкальных инструментах, занимаются вокалом. Что осталось неизменным и что всегда подчеркивают организаторы конкурса «Мисс Мира», когда к ним приезжает наша «Мисс Казахстан». Все девушки Казахстана безукоризненно воспитаны, всегда уважают старших и всегда ведут себя интеллигентно, чем восхищают весь мир. Вот это неизменное, это фирменный стиль казахстанских девушек. И я надеюсь, что в этом году мы выберем такую же достойную и красивую, воспитанную девушку, которая достойно представит на конкурсе «Мисс Мира».
Мінекей қымбатты көрермендер, біз өздеріңізге Қазылар алқасының барша мүшелерін таныстырдық, және олар дәл қазір өздерінің тікелей міндеттеріне кірісті. Также мы хотели поблагодарить средства массовой информации за поддержку социально значимых проектов. А именно, генеральный информационный партнер телеканал НТК. Наши аплодисменты. Генеральный интернет-партнер казахстанский портал nur.kz. Интернет-партнера информационно-аналитический портал 365-info. Total.kz. tengrinews.kz. Республиканская еженедельная газета «Караван». Возьми меня с собой. А также радио Астана. Издательский дом «Афиша». Все развлечения Астаны. Ну а сейчас мы продолжаем смотреть финал национального конкурса красоты «Мисс Казахстан 2015». Регина Вандышева, мисс Казахстан 2014, не сможет традиционно передать корону в этом году, поскольку она сейчас находится на финале конкурса «Мисс Мира» в Китае. И сегодня она представляет нашу страну в Китайской Народной Республике. И в этом помогли наши партнеры. Это известный казахстанский дизайнер Аида Кауменова. Давайте поаплодируем. Made in Kazakhstan. Всемирно известная марка Guess. Хореографы танцевальной школы Gala Dance. Бренд Голливуда Джерри Хилл. И, конечно же, официальный стилист Регины Вандышевой на конкурсе «Мисс Мира» Ирина Ашербекова. Ирина, вы с нами в прямом эфире. Ирина, у меня один вопрос. Скажите, пожалуйста, что бы вы пожелали нашей подопечной, вашей подопечной на финале конкурса «Мисс Мира»? Голосуйте за нашу конкурсантку, и я ей пожелаю только победы. Большое спасибо, Ирина Ашербекова. Ну, то есть у нас есть очень хорошие шансы на победу. Конечно, мы все будем болеть за Регину. Қымбатты көрермендер, дәл қазір байқауымыздың қадірменді, құрметті қонақтарын сіздерге таныстырып жатырмыз. Дәл қазір менің жанымда байқауымыздың құрметті қонағы, Қазақстан аруы байқауының әлеуметтік жобаларының директоры Совет Сейітов. Қайырлы кеш, Совет аға. Біздің білуімше, әрине жастар саясатын дамыту жолындағы көптеген әлеуметтік жобаларды жүзеге асырып келесіз. Оның ішінде еліміздің түпкір-түпкірінде жұмыс жасадыңыз. Менің өзіңізге қояр сауалым сәл қитырқ болып көріну мүмкін, әйбетпеңіз дегенмен де қай өңірдің
қыздары ерекше әдемі деп ойлайсыз? Бүкіл біздің мемлекетте әр аймақ өзінше ерекше. Сол үшін біздің мемлекетімізде екі қала бар. Бірінші қала біздің жүрегіміз Астана қала, екінші қала Арман қала, Алматы қала. Сояққа бәр біздің үлкен әдемі мемлекеттен жастар жиналады. Сол үшін ойлаймын, ең әдемі қыздар Астана мен Алматыда. Бәрекелді, көп рахмет, Совет аға. Но я хочу сказать, что сегодня вообще в зале царит потрясающая обстановка. Я надеюсь, она чувствуется через эфир. Еще одного человека я с большим удовольствием хочу вам представить. Это почетный гость нашего вечера, обладательница звания «Мисс Казахстан 2005», а также участница, вошедшая в гранд-пятерку на конкурсе «Мисс Мира 2007» Дина Нуралиева. Дина, добрый вечер. Вы знаете, я думаю, что все девушки будут ждать от вас каких-то практических рекомендаций, потому что вы не понаслышке знаете, каково участвовать в подобных конкурсах. Добрый вечер, Казахстан. Я хочу пожелать сегодня той девушке, которая победит, чтобы она сделала... чтобы она достойно представила Казахстан и доказала всему миру, что казашки не только самые красивые, но они и самые добрые, самые умные и вообще самые лучшие девушки. Спасибо. Я барша осы байқауға қатысқан аруларымызды сахна төріне шақырамыз. Мінекей жеңісті сәт, мінекей қуаныш.